Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер? Менің сіздерге көрсетейін деп отырған сабағым 8-ші сыныптың квадрат теңдеуді шешу тақырыбы. Оқу мақсаты бойынша квадрат теңдеуді шешу. Ал осы оқу мақсатына байланысты бүгінгі сабақтың мақсаты квадрат теңдеуді шешуді меңгереді және дискриминантты теңдеу шешуге қолданады. Бұл мақсат 3-ші тақырып болғандықтан алдыңғы сабақтарда квадрат теңдеулерді шешуді үйренді, оны меңгерді. Енді осы сабақта формуланы теңдеу шешуге қолданады. Алдымен оқушылар үйден шығарып келген есептерін көршіңді сына әдісі арқылы тексереді. Тақтадағы дұрыс жауап арқылы көршісінің қате жауабы мен дұрыс жауабын бақылайды. Егер қате шығарған болса, дұрыс жауаппен сәйкестендіреді. Содан кейін оқушылар бірден Classroom Screen әдісі арқылы топқа бөлінеді. Classroom Screen сайтына кіріп, оқушылардың тізімін енгіземін. Менің сыныбымда 19 оқушы, сондықтан да мен оқушыларды 4 топқа бөлген ыңғайлы деп шештім. Оқушылардың тізімін енгіздім. Өзі 4 топқа бөліп берді. Сол топ бойынша оқушылар топтасып отырады. Мінекей, 4 топқа бөлініп отырды. Енді өткен сабақты еске түсіру мақсатында картошка фри әдісі арқылы оқушыларға жеке-жеке сұрақтар таратылады. Оқушылар квадрат теңдеуге байланысты бірнеше сұрақтарға өздері ауызша жауап береді. Енді оқушылар екінші тапсырма жұптық жұмыс орындайды. Оқушыларға арнайы хатта жазылған тапсырмалар келеді. Жедел хат әдісі арқылы оқушыларға 7 тапсырма беріледі. Бұл жерде оқушылар квадрат теңдеудің коэффициенттерін анықтайды, дискриминантын бірден табады және түбірлерінің саны бар жоқ екенін тауып орындайды жұбымен ақылдаса отырып. Яғни дескрипторға сүйеніп тапсырмаларды орындауға нұсқау беріледі. Оқушылар дайын жұмыс дұрыс жауап арқылы жұптық жұмыстың қате дұрыстығын өздері тексеру арқылы бағалайды. Яғни тақтаға дұрыс жауаптар беріледі, жұптар өздерінің шығарған тапсырмалармен кері байланыс жасайды. Енді 3-ші тапсырма топтық жұмыс. Айналмалы бекет әдісі арқылы әр топқа жеке-жеке тапсырма таңдау құқығы беріледі. Бұл жерде әр топ Қазақстанның шоколадын, Дубайдың шоколадын және шайын мускатты таңдайды. Және сонымен бірге, тапсырмамен бірге мұғалім әр топқа бір түрлі түсті қаламсап беріледі. Оқушылар өздерінің тапсырмаларын таңдап алады. 5 минут уақыт беріледі. Мұғалімнің нұсқауымен тапсырманы аяқтаңдар дегенде, ол тапсырманы екінші топқа береді. Екінші топ сол тапсырманы өз қаламсаптарымен жалғастырады. Мұғалімнің нұсқауы айтылған кезде ол есепті тоқтатып, 3-ші топқа береді. Айланып, әр топтың өз тапсырмасы келгенде, оқушылар өздерінің тапсырмаларын аяқтап, әр топтан бір оқушы тақтаға шығып, сол есепті жазады. Есептің дұрыс қателігін жалпы топ өздері бағалайды. Оқушылар тапсырма орындау барысында дескриптордың көмегіне сүйенсе болады. Келесі тапсырма ол жеке жұмыс. Оқушылар өздерінің ұялы телефоны арқылы арнайы класстайм бағдарламасында дайындалған тест сұрақтарына жауап береді. Бұл тест сұрақтары 5 сұрақтан тұрады, әр сұраққа 1 балдан беріледі. Оқушылар өздерінің алған балдарын мұғалім ашық журналға бағалап отырады. Соңғы тапсырма ол оқушының жеке жұмысы, яғни саралау тапсырмалары. Балаларға жеке өздеріне 3 тапсырма беріледі. Бұлар деңгейлік тапсырмалар. Бірінші тапсырма өзінің деңгейіне байланысты 3 балл, екінші тапсырмаға 4 балл қойылады, үшінші тапсырмаға 5 балл қойылады. Жалпы оқушыға 12 балдық тапсырма беріледі.
оқушылар 7 минуттың ішінде осы тапсырмаларды орындап, болғаннан кейін көршісі арқылы тақтадағы дұрыс жауап пен қателерін тексеріп, балдарын қойып отырады. Жалпы осы тапсырма біткеннен кейін алдыңғы класс таймда орындаған тапсырмалар екеуінің балын біріктіріп, сонда 17 бал шығады. Сол 17 балдан оқушыларға 10 балдық жүйеге айналдырып, бал қойылады. 10 балдық жүйеге ашық журналға оқушылар бағаланып, сабақтың соңында үй тапсырмасын алып кетеді. Сабақтың соңында оқушылар рефлексия жасайды. Яғни сабақта не білді, не үйренді, нені түсінбедім, нені қаншалықты үйрену керектігін арнайы алдын ала жіберілген ссылка арқылы Padlet тақтасына кіріп, өздерінің кері байланыстарын жасап, сабақты қорытындылайды. Құрметті әріптестер, бұл сабақта тапсырмалар мақсатқа сай құрылды. Оқушылар мақсатқа жетті, тиімді бағаланды, тиімді кері байланыс жасалды. Жақсы, сау болыңыздар.